Сәлем достар, сіздермен Ұлжан Жұмабайқызы. Мен бүгін сіздермен үй жағдайында гречканы қалай дұрыс пісіру жолымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қазанымызға аздап сұйық майымызды құямыз. Майымыз қызғаннан кейін оның үстіне туралған пиязымызды салып қуырамыз. 2-3 минут пиязымыз жұмсарғанша қуырып аламыз. Бұл тағам өте жеңіл, әрі жасалу жолы да өте оңай тағам. Егер сіздер гречканы қатты жақсы көретін болсаңыздар, менімен бірге болып, дәл осылай пісіріп көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Одан соң туралған етімізді саламыз. Мен бұл жерде жылқының етін қолдандым. Сіздер кез келген етті қолдансаңыздар болады. Қызартып 3-4 минут етімізді қуырып алғаннан кейін оның үстіне сәбіз саламыз. Сәбізді дәл осылай турау міндетті емес. Ойларыңызша тура беріңіздер. Кез келген формада тек жіңішкерек қылып турағандарыңыз дұрыс, пісуі тез болатын болады. Одан соң сәбізімізді қуырып алғаннан кейін үстіне картопымызды саламыз. Картопты да қызартып, осылай 2-3 минут қуырамыз. Одан соң жарты ас қасық қызанақ пастасын қосамыз. Бұл міндетті емес, қызанақ пастасы жоқ болса, кез келген қысқа жабылған салаттардан да қоссаңыздар болады. Осылай қызарғанша қуырып аламыз. 1 шай қасық тұз саламыз. Бұл жерде менің етім кішкене тұздалған, сондықтан мен 1 шай қасық тұз қостым. Егер сіздерде еттеріңіз тұздалмаған болса, 1,5 шай қасық тұз қосыңыздар. Осылай кішкене араластырып жібереміз де, одан соң оның үстіне салқын суымызды құямыз. Суымыз көкөністердің барлығын, яғни бетін жауып тұру қажет. Суымызды құйып алғаннан кейін қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін оттың астын барынша басып, бетін жауып, баяу отта осылай 30 минут пісіреміз. Ол піскенше біз гречкамызды дайындап аламыз. Мен бұл жерде 400 грамм гречка алдым. Егер сіздерде таразы болмаса, осындай шай кесемен 2 кесе толтырып алсаңыздар жеткілікті. Осылай жуып тазалап аламыз. Міне жарты сағатымыз өтті. Енді осының үстіне бағанағы жуып тазаланған гречкамызды саламыз. Араластырмаңыздар, өйткені қазір үстіне су құйған кезде мөлшерін білмей қаласыздар. Осылай тегістеп алғаннан кейін үстіне гречканың үстінен 2 см асып тұратындай етіп қайнаған ыстық су құямыз. Қазір сіздерге бұлай өлшеп көрсетейін. Міне осылай 1,5-2 см су құясыздар. Одан кейін кішкене араластырсаңыздар болады. Одан кейін сосын орташа отта суы тартылғанша қайнатамыз. Міне қайнап жатыр, суы кішкене тартылып қалды. Осы жерде сіздер тұзын көріп жүрсеңіздер болады. Менде тұзы дұрыс, сондықтан тұз қосқан жоқпын. Міне суы тартылды. Осылай тартылғаннан кейін ортаға кішкене гречканы ортаға осылай жинаймыз да, оттың астын барынша баяулатып, бетін жауып 20 минут отта ұстаймыз. 20 минуттан соң біздің гречкамыз дайын болды, шашыраңқы дәмді болып шықты. Дәл осылай үй жағдайында жасап көріңіздер. Немесе өздеріңіздің сыртта жүрген студент ұл қыздарыңызға, іні сіңілі қарындастарыңызға жіберіп қойсаңыздар болады. Бұл жерде барлығы анық түсіндірілген. Осы видеоға қарап өздері дәмді тағам жасаса болады. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеоларда кездескенше.